ертеде ешкі жүні бөртеде хайуанаттар орман тоғайды мекендеп бейбіт өмір сүріпті. Бір жылы олар жаңа жылдың қалай басталатынын, жыл басы қай хайуанат болатынын анықтауды ұйғарыпты. Бір күні барлық аң-құс үлкен өзеннің жағасына жиналыпты. Алдымен түйе сөйлепті: мен бәрінен ірімін, шөлге де, суыққа да төзімдімін. Адамға да көп пайда келтіремін. Жыл басы мен болуым керек, депті. Оған жылқы қарсы шығыпты: мен жүйрікпін, ақылдымын, адамзаттың сенімді серігімін. Жыл басы болуға лайық менмін, деп кісінепті. Сиыр да сөз алыпты: менің сүтім қорек, күшім еңбек. Адам мені бағалайды. Жыл басы болсам әділ болар еді, деп мөңірепті. Қой болса, мен момынмын, берекемін, халқымыз мені ырысқа балаған. Жыл басы маған жарасады, депті. Осылайша әрқайсысы өз артықшылығын айтып дауласа беріпті. Сонда кішкентай ғана тышқан үнсіз тыңдап тұрып айтыса бергеннен пайда жоқ. Кім күнді бірінші көрсе, сол жыл басы болсын деп ұсыныс жасапты. Барлығы келісіпті. Таң ата бәрі өзен жағасына келіп күннің шығуын күтіпті. Үлкен түйе ең алдыңғы қатарда тұрыпты. Бірақ дәл сол сәтте тышқан білдірмей түйенің өркешіне шығып алыпты. Күн сәулесі көрінген сәтте ең бірінші болып оны көрген тышқан екен. Күнді мен бірінші көрдім, деп айқайлапты. Аңдар амалсыз келісіп тышқанды жыл басы деп жариялапты. Содан бері қазақ халқының күнтізбесінде жыл тышқаннан басталады екен.